Ассалаумалейкум, құрметті қазақстандықтар. Біз бүгін Түркістан облысы Келес ауданы Қошқарата ауылдық округінде Келес Нұр-Ислам шаруа қожалығының басшысы Полат мырзамен сұхбаттасуға келдік. Бұл кісі өнеркәсіптік микробиологияның ой күшімен жасалған Қазақстанда өндірілген фитобацилин және ризовит АКС биопрепараттарымен қолданып, жоңышқасын өңдеп, сомен егістігін алқабын еккен. Осы кісіден ассалаумалейкум аға. Сізден осы жоңышқа егер алдында қандай жұмыстар атқару керек екенін сол туралы айта кетсеңіз. Жұмыс атқарған сол егетін болғаннан кейін жоңышқарықты алып келдік үйге. Сөйтіп қасыма баламды алып, мынау фитобактерин дегенді 2 күн алдын осыменен 10 литр су қосып, араластырып, сосын пана жерде ұстадық оны. Подвалда, в общем, күн түспейтін жерде ұстадық. Содан кейін жер айдалып дайын болғаннан кейін 2 күннен кейін барып, егерден алдын 1 сағат, 2 сағат алдын ризовитті араластырдық. Мен сеуіп тұрдым, себетімменен. Соныменен дайын болды. Дайын болғаннан кейін жаңағы сол қапшықтарға салып, егетін жерімізге алып келдік. Трактордың жаңағы несіне салдық. Жаңағы егетін тракторменен. Соныменен егіп бастадық. Арқасынан трактор жүріп отырды. Гектарына бір 20-25-тің жобасында ұрық кетіп отырды әр гектарға. Жаңағы сол біледі екен, жаңағы қанша кетіп атқан гектарына трактордың өзі. Мөлшерін жобасын айтып отырады екен. Ал енді кейін арқасынан сразу біз енді суғарамыз бұны. Қазір енді бірінші жаңбырдың суымен шыққаннан кейінгі жерде, одан кейін сол суғаруға біз арықтарды дайындап, сразу арқасынан жүріп отырды, арық алатын трактор, 2 трактор. Соменен арқасынан арық алып отырды. Сөйтіп енді қазір жаңбырда жаңбыр, күн салқын болып, бірақ енді толық жақсы шыққан, өте пайдасы болу керек. Осы жаңа ризовиттің, фитобактериннің өте бір пайдасы болу керек жаңағы. Осыны қолдануға қандай себептер болды? Сіз осы бізді өнеркәсіптік микробиология компаниясын фитобацилин және ризовит биопрепараттарын қолдануға қайдан таптыңыз, не үшін қолдану керек екен? Бұрындары егетінек қой, біз егетінек, оның енді толық шықпайды, ала болып шығады, жаңағы тегіс бір тегіс шықпайды. Содан бұл неліктен деген сияқты бір ой келеді. Одан кейін жаңағыдай 20-25 кило емес, бір 60-70 кило шашу керек деп жатады. Осы неліктен бұлай болады деп қызығушылық танытып, YouTube-қа кіріп, бір неғысақ, бір кісі сөйлеп тұр осындай. Мен жаңа фитобактерин, ризовит, соның барлығын қосып араластырып шаштым. Осыдан өнім жақсы шықты. Ұрықтап қалады деген бір әңгіме шықты ғой әйтеуір содан. Яғни интернет желісінен таптыңыз ғой? Таптым. Содан сол жаңағы не қылсам, сол кісі YouTube-тан нөмірлері шықты, соны хабарластым. Алматыда, пәлен көшеде, сондай осындай жерде біз орналасқанбыз деген бір неменен. Кейін мен айттым, мен ол енді Алматыға бара алмаймын, қалай болады бұл енді. Сөйтіп едік, осында жаңағыдай сол өздерінің тіршілігіменен осында келетін болды ол балдар. Сөйтіп, сол келгеннен кейінгі жерде солардан алып жасап жатырмыз ғой енді, өздеріңізбенен хабарласып жаңағы. Енді көп осы жоңышқа егетін алдында көп шаруалардың сұрақтары туындайды. Қай уақытта жерді айдадыңыз, қандай кезде оны егу керек, қандай нормада, соны айта кетсеңіз. Енді негізінде диханның барлығы біледі ғой, енді күз айдамасаң 100 айды деп жатады. Негізі күзде сол айдайтын уақыт болады, сол кезде айдалса жақсы. Енді сол кейде ақшадан қысылады дихандар, артарса бері жетпей сол күзде айдалмады біздікі, бірақ енді сол егетінен алдын бір 3-4 күн алдын айдалды. 3-4 күннен кейін жердің намы жақсы болғандықтан бетіне тырма тартуға келмеді. Өте нам күшті болды. Содан кейін
сол трактор айдап жүргендер айтты, бір 2-3 күн сабыр етейік. Сол 2-3 күн сабыр еттік дағы, арқасынан тырма салып едік, бір жақсы болып шықты, өте тамаша. Жерді бір жақсы тегістеп алдық. Бір емес, 2 емес, 3 рет жүріп, әйтеуір жерді тегістеп жақсы. Тракторлар, ол трактористтер де біледі жобасын. Сондықтан енді болды деді, жақсы болды деді. Енді жаңағы егетін, жаңағы несін целка деп аталады жаңағы соны. Сонысын алып келіп, жоңышқорықты салып, сол жаңағы еге бастадық. Сөйтіп артынан тағы бір трактор, осындай 90-дық арық дейді. 90-дық ертең су қойған кезде бізге оңай болады. Сөйтіп арық жасадық. Енді мына бірінші препарат деп айтып отырық қой, фитобацилинді. Осыны қолданғанда қандай жоңышқаға нәтижесін береді деп өзіңіз түсіндіңіз? Бұл енді местный өзіміздің жоңышқаға нәтижесін береді деп түсіндім. Жоқ, қандай өнімділігін қандай жағынан? Шығу жағын ба, соны қалай түсіндіңіз? Жаңағы о жердегі мен үйренгенім, біріншіден ұрық ұйықтап қалады. Соның ұяны бір 30% ұянады, 70% ұйықтап қалады, шықпай қалады. Соған жәрдем береді деп біріншісі. Екіншісі тамырларды өте мынау жаңағы ризовит азотпен. Иә, тамырларын өте бір жаңағыдай жақсы дамытатынына көз жеткіздім мен енді. Ауадан азотпен қамтамасыз ету әсерін кейінгі жоңышқаның жылдарында жақсы өнімділігін арттыруға. Яғни бірінші фитобацилиніміз бұл жоңышқаның шығуына жақсы себептер тигізіп, өнімділігі дәнді өніп шығуына жақсы көмегін тигізеді. Және де тамыр ауруларын соларды алдын алады. Жерде қандайда кері әсерлі аурулар бар, соны алдына алып, жоңышқаның дәнін кейінгі жылдарға жақсы төтеп беруіне алып келеді. Иә, осылар айтылған ғой, соның барлығын. Сол енді қызығушылық. Енді шаруаларда мынандай жағдай қазір. Көп алқаптарды өзінің алқабын қоршауға тырысып жатыр көбісі. Соған енді біз көріп тұрық, сіздің 20 гектар жеріңізді қоршапсыз. Осыған не себеп болды, қалай қоршадыңыз, сондай қиыншылықтары соларды айтып жіберсеңіз? Енді қоршау деген өте ауыр, енді диқанның қалтасына салмақ түсіретін өте. Ал бірақ енді 9 гектарға капуста ектік. Капустаны еккеннен кейінгі жерде сол әлі көшет кезінің өзінде малдар түсіп, жан-жақтан әбігерге салды адамды. Содан кейін әйтеуір айдадық, басқа қылдық, қарауылдадық, түні күні ұйықтамай. Сосынғы жыл әйтеуір қоршамасам болмайды екен ғой бұл деген сияқты ой келіп, сонымен қоршадық қой енді. Мынау азбес тұрба дейді, 4 метр болады екен. Со 4 метрді 2 метрден бөліп, жарты метрдің ішіне кіргізіп, осы цементпенен астына құйып, тұнбаны кәдімгі стойка қылып алдық бірінші. Одан кейін ана сетканы, қазір енді өте қымбат болып кетті бұлар. Негізі сол кездерде біз 20 мың теңгеден алдық бір буктасын. Бір буктада 50 метр болады екен. Квадратный, кәдімгі жаңағы бойы 1/40, ұзындығы 50 метрге барады екен. Содан алып қоршадық, бұлайнан бүйтіп, даканса ар жақтан бүйтіп барлық жерімізді өзі соны қоршап алдық енді. Қоршап алғаннан кейін енді қазір мал түспейді, жақсы. Мынау ешқандай бір егініңе, диқаншылығыңа ешкім келіп бұлай нағылмайды. Жақсы шығып жатыр қазір, мал түспеген огородқа. Енді өзіңіз осы фитобацилин және ризовит биотыңайтқышын қолданғаннан кейін поляңызға қандай нәтиже бар деп ойлайсыз? Нәтижесі мен бірінші очередте жаңағы сол ұйықтап қалған жоңышқалар шықпай қалама деген үмітпенен ектім ғой, септім ғой мен оны енді. Одан кейін тамырына жаңадай күш беретін ойыншамша енді жер болғаннан кейін әртүрлі бұл зиянкестер көп болатынын мен түсіндім жаңағы. Оның барлығын сол жаңағы естеміз де, сосын жаңа ютубтан қараймыз, оның бәрі айдың ғой енді қазір деген ол жерде әртүрлі зиянкештер көп жеді. Оны еккеннен кейін де кеп жатады. Соған осылардың пайдасы бар деп түсіндім мен. Ізденіп, яғни соны тауып, қарап. Аға, енді сіз осы жоңышқа алқабын егер алдында өзіңіз айтып отырсыз ғой, енді
әр қазақтың, әр шаруаның өзінің бір тәсілі болады ғой. Соған сізге хабарласып тұрған кезде қалай қолдандыңыз, қалай септіңіз деп сұраған кезде кейіннен сіз өзіңіз бір тәсілді бір уызды алып өзімнің аулама сеуіп қойдым дедіңіз ғой. Сол туралы айта кетсеңіз. Сол бірге полямен бірге егілген тұқымды. Оны бірге нағылдық. Сол есіктің алды болғандықтан ба, бұдан жоғары несі. Сосын жаңа тамыры да ұзын болып сол нағылды. Бірақ бірге істелген жаңа. Қандай себеппен оны есіктің алдына бір уызды шашып қойдыңыз? Мен көрейін деп, осы мына алған нәрселерім менің пайдасы бар жоғын. Көз алдыңызда ғой, күнделікті. Поляға мен бір күн келсем, бір апта келмеймін бұл жерге. Сондықтан ана көзім алдында, есігім алдында сеуіп қойдым әтеген. Ешкінде шығатынын, соның барлығын. Соны сол 3 күнде шығады дедіңдер сендер мысалы үшін. Бұл жоңышқа негізі бізде 16 күнсіз шықпайды. Бұның сол жаңағыдай шығуына да бір пайдасы бар екендігін көзім жетті мен содан. Есіктің алдына бит бір уыс тастап қойып, соның жаңағыдай. Сол осы мына ризавит нелердің пайдасы бар ау деп қалдым да соған қарағанда. Сол ертарақ шықты анау жаңағы өнім. Өнімге кіріп тұр сразу. Мен саған хабарластым ғой мен. Сол кезде жаңағы мына уже бөртіп, жаңағы нағып атқандарына дейін битіп өз кішкентай жерге шейін бір уыс зерттедіңіз ғой. Зерттедім мен бұлай. Нәтижесін көрдіңіз. Шаруаларға қандай кеңесіңіз бар? Осы жоңышқа егетін. Кеңес бергенде енді жоңышқа егетіндер ләжі болса бір шілейде бір қалтаға тебетін зат емес, арзымайтын ақша тұрады екен өзі. 5-6 мың анаусы тағы бір нәрсе әйтеуір литрі арзымайтын. Сондықтан алып араластырып жіберсе, ол енді мына мысалы үшін 500 кило себеді, 1 тонна, 2 тонна себіп жатады. Ал енді оған түкте тұрмайтын ақша, бұлайша айтқанда оған. Қолдану тәсілін айтып жіберсеңіз, сіз осыны себер алдында ұрықты қолдану бір ауырлығы жоқ. Мен анау жаңағы бүйтіп асынатында асып бүйтіп себетін бар ғой, аты не дейді оны? Соны сеуіп тұрдым бүйтіп. Опрыскиватель. Опрыскиватель жаңағы дәрі себетін да полio бүйтіп. Сондай 16 литр бүйтіп араластырып жаңағы соны. Балам бүйтіп қолымен араластырып тұрады. Сөйтіп сеуіп кете береміз бүйтіп. Сөйтіп араласқаны мына жаққа, араласпағаны мына жақта, сонымен сөйтіп араластырып біттік. Сол өз мөлшеріменен жаңағы алғамыз, сол мөлшеріменен сеуіп біттік. Одан кейін жаңағы қойдық, бір күн, 2 күннен кейін жаңағы егерден алдын ризавит септік. Енді қалай айтқан болса, солай жасадық енді. Еңбек етпей, ерінбей, тояды қарның тіленбей дейді. Сол сияқты сізге де жемісін көріңіздер. Осы ризавит және фитобацилинді қолданып, жоңышқаның ұрығы жақсы шығып, кейінгі жылдары азотпен қамтамасыз еткізіп, тамырын ризавит АКСіміз аман болайық, бар болайық. Рахмет, сіздерге де Алла разы болсын. Құда қаласа әйтеуір ниет қылып егіп жатырмыз ғой, мұнан әйтеуір пайдасы болғанын көрініп тұр қазірдің өзінде. Мына шыққанның өзі жоңышқаның бұрындары мысалы үшін сирек болып шығып, басқа болып, одан кейін тамырларында қарасаң нәзік, мынаның тамыры бақуат болып жаңағы мына жерден алып қарап жатсақ, мінекей тамырлар ұзын, өте астына көп кеткен. Мына қарамына тамырды қараңыз, мінекей өте бір сондай толық жоңышқаның өзінің бір сондай нағып жатыр. Жоңышқа бірінші жыл тамыр алады дейді ғой. Соған себепті ғой. Мінекей мына тамырына енді өте бір үлкен пайда берген мына суларың сендердің енді ризавиттерің, жаңа нелерің көрініп тұр мынадан. Былай қарасаңыз 25 килоңыздың толық өндіріміне көмегін тигізді. Тигізген деп көзім жетіп отыр соған енді қазір мен.